Ал қыздар, түнделетіп тірліктерімді бітіріп келдім. Түн болса да, уақытқа қарамастан, сіздер сұрағандықтан, мен бүгін разборымды бастағым келіп отыр. Осы разборды ертең мүмкін түсте көретін шығарсыздар, бірақ знайте, бұның артында қаншама еңбек жатыр. Уақыт, сондықтан да бағалап, реакция басып, дайректте белсенді болып отырыңдар. Менің бүгінгі разборым мөлдірді қолдау болатын болады. Өйткені барлықтарыңа айтарым, женская солидарностьтың не екенін бәріміз көрсетейік. Киносы шықса киносына барайық, қолдайық, жыл сөздерімізді жазайық. Бірақ разбор жесткий болады, тік, как она есть. Разборымды бастамастан бұрын 3 сағаттық подкастты мен көріп шықтым. Сендер де көрдіңдер. Менің көргендегі мақсатым мөлдірді жақынырақ танығым келді да. Ашылды шынымен де, өте маған ұнады подкаст. Давайте көп созбай, біздің психологиялық разборымызға тоқтайық, одан кейін сендердің сүйікті сексологиялық разборларың болады. Жұпқа. Неге бұлай болды? Неліктен? Қалай 14 жыл бойы измена жасайтынын біле тұра, басқа елдің бар екенін біле тұра, үндемей шыдап келді. 14 жыл бойы өзге әйелді сүйіп, мөлдірдің көзіне шөп салғанын біз білдік. Но давайте 14 жылды ысырып тастап, ең басына оралайық. Негізінде Тұрсынбек мөлдірді қаттырақ жақсы көріп, артынан жүгіріп, добиваться етіп, алды ғой. Мөлдірдің өзінің де айтқаны бар, мен басында ондай қатты жақсы көрген жоқпын, бірақ сонша маған деген махаббаты, жаңағыдай жасаған іс-әрекеттері жүрегіме сенім ұялатты. Одан кейін барып мен келістім. Мына жігітпен точно не пропадем, потому что он меня так сильно любит. На все он готов ради меня. Енді сен сұрақ қоюың мүмкін. Айдына ханым, қшимамың. Басында сонша еркек қатты жақсы көріп, бір мезетте қалай жақсы көрмей қалады, осын түсіндірші, деп сұрау мүмкін. Мен саған айтайын. Басында сен қандай болдың? Бермейсің. Өзіңнің құныңды білесің. Білесің. Какая ты, да? Білесің, Тұрсынбек па, Тұрсын Тұрма, Бекжан ба, Нұржан ба, неше түрлі ер азаматтардың сенің артыңнан жүгіретіндігін, сен үшін үлкен қадамдарға дайын екен. То есть самооценка у тебя на высоте. И өзіңнің құныңды білесің. Но почему-то, да, Бекжан болсын, Нұржан болсын, Тұрсынбек болсын, әйтеуір, байға шыққан кезде. Так, байға шыққаннан кейін не болады бізге? Байға шыққаннан кейін не болады осы саған? Ну, неужели о бастағы өзіңді, о бастағы мынаған түсіресің? Осы менің миыма кірмейді, да? Түсініп отырсың ба, о чем я, да? Вот байға тигеннен кейін, ой-ой-ой, біздің қазақтың қыздары, ой-ой-ой-ой-ой, вот иелеп бастаймыз ғой. Ендігі сұрақ, неге? Неге біз автоматом байға шыққаннан кейін өзімізді жоғалтып, өзімізге деген махаббаттың күшін да басып, өзге адамды қатты жақсы көре бастаймыз, яғни өзіміздің байымызды, потом уже бала шағамызды. Немесе бала шағамызды, одан байымызды. Біз қайдамыз? То есть, фокус внимания, махаббат, шапағатты өзіңнен, да, өзгеге бұрған кезде өзіңе емес,
өзгеге көбірек берген кезде, иә? Осы жерде мен айтамын ғой. Ну, блядь, деп ше. Еркекті соншама өліп, сүйіп, иіліп. Жаңағыдай. Пылинки мына жеріндегі шаңын сдувать етіп, төселмеші деп. Тыңдамайсыңдар. Не айтып тұрсың деп. Сендер кімді тыңдайсыңдар? Сол иілген кезінде, я, қатындарды. Біз жаман болған жоқпыз, я, атайын алып қазығын тауып келіп атыр, я. Мам, тәте қайдағы қазық не туралы? Я, еркек жүреді, я, это нормально. Еркек изменет етеді, это нормально. Мен көнем, сен де көнесің. Әпкеміздің, мамамыздың, тәтеміздің әйтеуір бізге беретін тәрбиесі осы. Әйел көну керек, не болса да ұрдыма, соқтыма, өз тіліңнен таптың. Измена жасаса ол еркек, оған можно, сен шыда, шыдағаннан жаман болмайсың. Менің жаңағы Бекжаным измена жасаған, ничо, қазір отыр ғой, 24 жыл біргеміз. Нормально. Әйел деген сабырлы болу керек, әйел деген көну керек, әйел. А еркек не істеу керек, чтобы әйелін бақытты ету үшін? Осыны біздерге, да? Ата-аналарымыз, я? Туыстарымыз үйретпейді, ну, ата-анадан басталады ғой. Жоқ. Бара бер, жүре бер, еркекке все можно. Барлығы біздің миымызға құйылған ақпарат берілген тәрбиеден басталады. Почему-то біздерде әйтеуір женский полға сен, а он это, да, он мужчина, ол еркек, оған можно. Что, блядь? Вы о чем? Көрдіңдер ме? Одан кейін барып бұл система біздің менталитетіміз, да? Осы тәрбиеден кейін бізге тағы бір сөздерін құлағымызға кіргізеді де, ұят болады деген. Әй, ұят болады, ажыраспаңдар, ұят болады, ел не дейді, ажырасып келме, ел не дейді, ұят болады, ол деген сахнада жүрген адам ғой, ұят болады, өсек кетеді ғой. Сахнадағы жүрген адамың өзі измена жасады ғой, оған ұят емес пе? Үндеме. Сосын біздер не істейміз? Ұрса, көнеміз, шыдаймыз, ұят болады ғой. Измена жасаса, кешіреміз, ажыраспаймыз, ұят болады ғой. Төбемізге тыршып жатыр ма? Ақылды, дана әйел ретінде тағы да көнеміз. Ажыраспаймыз, ұят болады ғой. Ел не дейді? Вот, ел не дейді деген қорқыныш, я? Сен жаман әйел болып қаласың елге, ойбай, ұят болады деген мына қорқынышты сөздер, осуждающий жаңағы взглядтар бізге қорқыныш ұялататынын бәріне. Одан кейін еркекке дауыс көтерме, еркектікі дұрыс, депше, дұрыс екен ғой. Біздің құлағымызға құйылған осындай, мотивирующий сөздер кішкентай кезімізден, ұят болады, шыда, ақылды дана ел бол, басыңды ий, қоя сал, кешіре сал, ажыраспа, ұят болады деген, дауыс көтерме, ұрыспа, кешіре сал, да? Осыдан бізде осы сөздерден бөлек еще біздің көзіміз бар ғой. Біз не істейміз? Біз кішкентай кезімізде бақылаймыз. Шешеміз қалай жүр, әкеміз қалай жүр. Шешеміз қап-қап картошканы тасып, үйге көтеріліп, өзі жұмыс істейді, өзі тамақ істейді, өзі еркектің алдына түсіп алып, жүгіреді, киімін үтіктейді. Әй, сәкөш тамақ іш деп қасықтап тамақ береді, Шешесі рөлінде жүрген өз анамызды көреміз, да, біз ойлаймыз, это нормально, база деп ше. Вот ақылды дана әйелдің еще біздің әке-шешемізден половое воспитание деген жоқ қой.
месеке кеп жатса өзімізде бір бүйтіп ойбай қанапты ғой деп ұялып жаңағы жерде мата-патамызды салып бүйтіп жүреміз. Жігітпен жүргендегіні айта алмаймыз. Жігітпен жүрсең сен ит жайлепсің. Негізі да, вообще қазақ осы қыздарының тәрбиесін айтып жатырмын. Сендер бүйтіп асықпаңдар өсек тыңдауға. Сендер басынан бастап миларыңа құйып алыңдар. Неден басталатын осының барлығын, иә? Вот, половое воспитание, то есть әйел адам өзінің қыздарымен ашық әңгіме айтуы, ер азаматтың өзінің ұлдарымен жаңағыдай жасөспірім жасында әңгіме айтып, ашылып, қыздарға тиіспе, бүйтпе, сөйтпе, ер азамат деген осындай болу керек, сөйту керек, бүйту керек. Әйелдің жаңағы өзінің қызына беретін осындай тәрбиесі жоқ та, бізде пробел да бұл жақта. Шынымен ғой. Тоң киғып, жұқағып қамыр жаюды үйретеді, еркегіңе иілуді, аяғынан аттап баспауды, дауыс көтермеуді, измена жасаса ұрса кешіруді, қайтып келмеуді барлығын үйретеді біздікілер, блядь. Но әйел ер азаматымен қалай сөйлесу керек, қалай күлу керек, қалай қылмыңдау керек, я? Не істеу керек, я? Басын кетіріп қою үшін. Қалай ол ғашық болады? Түнде не істейді? Жоқ, айтпайды ғой, ят қой, потому что, ят қой. Да? Вот. Жігітпен де жүрмейсің, қарым-қатынастың не екенін білмейсің. Аласың да, байға шығасың. А вот байға шыққаннан кейін ары қарай не істейтінін білмейсің. Сен кухарка, да, любовница, нет. Понимаешь? Мама, да. Сексуальная тигрица, нет. Қамырды жайып жатырсың. Әр жайғаның сайын қамырың жұқарып, әдемі боп, керемет асың дайын. Жаңағыдай мөлдір айтпақшы, Тұрсекең жатат дейді. Ыстыққы бәліштерін пісірем, күтемін дейді тұрғанын. Күтеді. Потому что ты же идеальная женщина, идеальная жена, да? Күтесің ыстық, потому что ол қытырлақ, хрустящий, жағы бауырсақты жақсы көреді, бәлішті жақсы көреді, жағы балықты жақсы көреді. Азанда қаншада тұрғысы тұрады өзі, ол деген еркек қой, вот. Оның барлығы гуд, да? А түн ше? Түн ше, түн. Қалай сен жерде түн? Вопрос. Түнде занавесканы ашып қарайтын болсаң, инабатты, ұяң төсек. Ойлаш, ол төсек пе? Ол жерде пробел, мен тағы айтамын. Неге дейтін болсаң, басында все хорошо. Любой парочка, да, басында отбасылық өмірде. Сенің инабаттылығың, ұялғандығың, бәрі. До такой степени даже возбуждает. Потому что, ты же целочка, ты же девочка-целочка. Сен деген өте тәрбиелі қызсың, жақсы отбасынан шыққан. Знаешь, это прикалывает. Бірінші, екінші жыл, үшінші жылы что-то остренькое хочется же. Жылдар бойы бір целканы пере бермейсің ғой, дұрыс па? Раз. Мына бас істеп тұр. Мына баспен ойласаң, мынандай келіншек. А мынау баспен ойласаң, мына бас налево қарап тұр ғой. Бұл бас. Ойбай, сыртқа шыққан кезде деген қыздарды көреді. Жылтырақ, қара, қызыл, ашық көйлектермен. Возбуждает. Үйіңе қайтып келесің? Әйелің жүр сенің 12-де тұрғаныңды күтіп ше, қайтадан қамыр жайып. Деп, жақсы әйел бұл негіз. Жақсы әйел, что со мной не так? Дейді еркек негізінде. Что со мной, блядь, не так, деп ше. Мынау әйел негізі жақсы ғой, деп ше. Түнде ашасың, да? Ұлыңды туып беруде, қызыңды туып беруде. Бір емес, бірнешеу. Өзіңнен аумайды.
тамағы қандай дәмді, үйің қандай тап-тұйнақтай. Ну почему менің мына басым істемей қалады, мына бас істегенде, блядь, дейді еркек. Екінші жылы жүреді, үшінші жылы жүреді. Ну төртінші жылы мына бас қайта-қайта неше түрлі, блядь, сучкаларды көріп тұр. Хочется прям, хочется. О, бір қызды көріп қалады, да? А такая ничего. Депші, бүкіл флирт техникалары, бүкіл қылығын, қылмыңдағанын көрсетіп, а еще гибкосын көрсетіп, тойда, тамада болып тұрсаң, алдыңнан былай өтеді, былай өтеді, көзіне қарасаң кетер емес. А чё бы нет? Бір көрейін. Маған қандай стоп бар? Маған болады, мен еркекпін ғой. Бұлай қарап отырсаң, біздерге даже 2-3 әйел алуға рұқсат етілген. Мен 2-3 әйел алмайым, просто көрем. Просто қызық. Просто тартып тұр. Просто мына бас істемей жатыр, уже мына бас тұрып тұр. Бір-ақ рет көремін. Осы жерде қателік. Ол ойлайды да, бір көремін, да и все, үйімде сүп-сүйкімді келіншегім бар. Кете қаламын. Но не тут-то было. Бір көргеннен кейін, ана сучка деген үстіне отырып алып, айналдырып, қысып, сорып, жалап, секіріп, ыңқылдап, сыңқылдап, қылықтары қандай тәтті деп тұр. Жүрек қатты соғуда. Қайтадан кіргім келіп тұр. Вроде тесік, как тесік, но қалай береді мынау? Қандай қылықтар жасайды? Басты кетіріп барады. А еще мынау вообще басқаша ғой. Тамағым жоқ, азанда тұрсам. Ыстық бәліштер жоқ, е? Барып сырттан тамақтанамыз. Жатсы мынау, деп. Мен жүгіріп жүрмін. Кофе в постель әкеліп. Не істеп жатқанымды өзім түсінбеймін. Мен не дуаланып қалғаным ба? Мен не істеп жүрмін? Өмірде әйелге кофе в постель алып келмеген ғой. Мен өмірде әйелге обслуживать етіп былай жүгірмеген ғой. Мен не алып жүгіріп жүрмін мынаның алдында? Мына сучканың алдында. Ну извини, братан, ты попал в капку. Кішкентай балақайдай жүгіріп жүрудесің. Кофесін алып келесің, жұмыртқасын қуырып жүрсің, сен еркек басыңмен. А ол қылмың-сылмың етіп, кофесін алып келгеннен кейін тағы да 3-ші рет көрін келеді, а ана уже не дает. Көңіл күйім жоқ, деп. Туф, көңіл күйін көтеру керек қой бұның. Алтын сақин алып берейін. Қандай күшті. Шуба бриллиант алып берейін. Одан да ыстығырақ болуда төседі. То есть ана сучка бұны былай ойнатуда. Яғни еркек ойнатпайды уже бұл жерде. Мына сучка ойнатып жатыр да. Любовница деп алайықшы. Шыр айналдырып. Каждый раз запростар жоқ. Сучканың каждый раз запростары жоғарлап жатыр. Сақин, шуба, шетелге путевка. 1 бөлмелі пәтер, 3 бөлмелі коттедж, да? Жоғарлап жатыр каждый раз. И ему приятно, блядь. Ему приятно, еркекке приятно. Сен оны дұрыс жұмыртқасынан ұстап, оны битіп керегіңді, я, қалауыңды жасататын болсаң. Сделай так. Негізінде еркекке очень приятно. Просто оны көп әйелдер істей алмайды. Істете алмайды. Неге? Потому что өзі жүгіреді. Неге? Өйткені өз құнын білмейді. Неге? Өйткені әпші құнсыз. Неге? Потому что өзі өліп ғашық болып тұр. Ғашық та өзі. Әйел ғашық болған кезде планның барлығы құрыды дей бер. Ал әйел ғашық қылған кезде
Дегені деген, айтқаны айтқан жандарым. Түсінің бе? Вот. А үйге келеді, ол жерде бүйтіп иіліп тұрған әйел да. Онда иіліп, итак ғашық әйелге тырысқың да келмейді ғой. Ойлашы, шетелге бірінші рет шығып Тұрсынбек. Бірақ әйелімен шығып тұрған жоқ. Сол любовницасымен шығып тұрды. Любовницасымен. Қаншама жыл иеліп, қаншама жыл поддержка беріп, 5 баласын туып отырған мөлдірмен емес, любовницасымен. Әпшуі қандай? Бұл кеңкелес болып қалған ба? Дуаланып қалған ба дейсің? Я, дуаланып қалған, ол әпшуге дуаланып тұрды енді. Шетелде от души так и сяк, грамотно бере алады да. Оған бәліш уже қызық емес. Ыстық бауырсақтар, жұқа қамыр, жаңағыдай үтіктелінген киім, забота, нет. Керек та. Шетелге барып, демалып, от души, раком-боком, да? Позицияларды көріп келгеннен кейін, Қытай бала ұқсап, шешесіне отчет береді ғой. Дәл солай отчет беріп, фотоларды көрсетіп атырып, вдруг, да? Ой, то есть, вдруг емес, случайно, ана қаттында көрсетіп қояды ғой. Артында, деп тұрған, оны мөлдір көреді. Вот осы кезде қалай оған обидно. Қандай күйде. Вот сол кезде болды. Құралған мынаның бәрі, пирамиданың бәрі бір көз алдыңда құлады. 24-ші этаждан секіргісі келді. Өйткені бұның барлығы оған уже керек емес болып қалды. Өйткені қатты жақсы көреді. Қандай сенім болды ер азаматына. Қандай жүрек болды оған деген. Махаббат бұл. Мөлдір неге 24-ші этаждан секіргісі келді? Неге ол өз-өзіне қол жұмсағысы келді? Өмірмен қош айтқысы келді. Потому что ей обидно. Обидно. Бүкіл өзін арнады оған. Барлығын жасады. Бәрін, всю себя отдала. Оған обидно. Жүрегі қан жоса болуда. Оған ондай обидно болмас еді, егер өзін осылай жертвовать етпегенде. Мысалы, бір сучка, да? Ойлап бейтіп, еркегін алдына түсіп бәрін жаңағыдай істемесе ше, анау мен ғашық болып қалдым, есік ашық дейді ғой, сау болшы дейді ғой, шынымен ғой. Сау болшы, айналайын, баршы дейді. А тут осылай обидно болмас үшін алдына ирелеңдеп шығып алып жүгірме. Өзің барлығын полностью еркекке берме, полностью всю себя. Өзіңнен артық жақсы көрме. Сол кезде осылай обидно болмайды. Обидно емес ол кезде. Потому что сен ол үшін көтің терлеген жоқ. Ол сен үшін терлеп, ол сен үшін бөліп жүрді. Азанда тұрып тамағыңды жасайды. Әдемілеп перет. Жұмыстан келсе бала шағамен, сенімен еркекті жүгіртсең, я? Ол саған өліп ғашық болса, я? И бір күні вдруг, да? Ойлаш, айтып тұр, мен кетейін деп, кете бер дейсің. Обидно емес, да? Кете бер, бар. Но бірақ ең қызығын айтайын ба? Сондай жүгірткен еркектерің, наоборот, измена жасамайды. Өз әйел үшін өліп тұрады. Топастар ойлауы мүмкін. Опять эта сучка, блядь, әйелдерді кінәлаудан деп. Нет, блядь. Жақсылаптың да, тағы да қайталап айтамын. Мен кінәлап тұрған жоқпын, мен кінәлаймын в том случае, если сен өзіңді жақсы көрмей кетесің. Вот это меня убивает. Сол үшін сен кінәлісің, сол үшін сен оңбағансың. Потому что сен өзіңді жақсы көруді, өзіңді құрметтеуді, жеке шақараңды қойып, я, еркекті жүгіртуді білмедің. Сол үшін сен кінәлісің. Изменаға мен сені тікелей сенің кінә деп атқан жоқпын. Сен өзіңді жақсы көру керексің.
Қандай жағдай болмасын, бірінші сен. Даже бала-шағаң емес, бірінші сен. А потом уже, да? Қалғандары. Түсінің бе? Сен кінәлісің. Өзіңді жақсы көрмегенің үшін. Вот и все. Енді еркектің психологиясына тоқтайтын болсақ, еркек о баста әйелді таңдаған кезде неосознанно шешесіне ұқсатып таңдайды. Бұл факт дәлелденген. Ұғынып алыңдар. Таңдайтыны таңдайды, өйткені шешесін ұл бала қатты жақсы көреді и жақын болады. Оның жылы алақанын, даналығын, жаңағы тәтті бәліштерін осы бір қарым-қатынаспен ешқашан айырылғысы келмейді. Ал айырылған жағдайда дәл анасындай копия таңдайды. Өзі байқамай соны ұнатып, жақсы көріп, тартылып тұрады. Жоқ, алғанда ала берші. Бірақ енді қара. Алғанда да әйелдің 5 рөлі болады ғой. Осыған тоқ. Женщина должна быть хозяйкой на кухне, королевой в гостях и проституткой в постели дейді. Орекеңдер. Осыған орай әйелдің әртүрлі ер азаматта образдары болады негізінде. Мамасы болатын жерде мамасы, әпкесі болатын жерде әпкесі, қарындасы болатын жерде қызығы, қарындасы, досы болатын жерде досы и любовницасы. Барлығы бүйтіп сен жонглировать ете білу керексің да. Жоқ, шынымен. Мен осы 5 рөлге тоқтадым, өйткені әйелдер часто бір рөлде тоқталып қалады, шешесі, мысалы, немесе қарындасы деген сияқты, досы, либо любовница постоянно. Вот бір рөлде қалып қалған кезде, вот осы жерде деген қателік кетеді, жандарым. Оңай ғой, оның неменесіне қиналасыңдар. Бүйтіп, бірде көл, бірде шөл, бірде андай, бірде мындай да. Бір күні тамағын бейтіп алып шықтың, себебі бір хозяюшка ұқсап, бір күні жағы апыртып бір, қайда жүрсің, не істеп жүрсің, внимание хочу, поцелуй хочу, андақ, мындақ деп ше. Кейде досы болып сырласып қалдың, ойбай, манағы жерде. Кейде маленькая девочка болып жаңағы тупить етіп қалдың. То есть бүйтіп алмастырып отырасың рөлді. Ойлашы, бір рөл. Қазір мен тоқталамын. Ал келтіріп, мен шешесінің рөлінде тоқтап қалған әйел туралы айтайын, жаңағы асын беріп жатыр, бүйтіп жатыр, киімін үтіктеп жатыр, жаңағы сыйлап басын еп, бүйтіп сөйтіп жаңағы алдына түсіп тірліктерін жасап, баланы кружоктарға өзі апарады, ананың бүйтеді, мынаны сөйтеді, жаңағы сөйтіп жүреді. Енді ойлашы, бәліштен кейін енді перісесің, періскен кезде шешеңмен қалай перісесің? Шешеңнің рөлінде отырған әйелмен қайта төсек қарым-қатынаста, төсекте бір әрекеттер жасаудың өзі невозможно уже. Вот я вам так скажу. Ойлашы. Вот поэтому, да? Үйде әдемі бір рөлде образда жүрген әйел жүр, ну и ладно, хуй с ним. Любовница керек болса, немесе дос, бірдеме, осы образдарды сырттан іздей саламын. У них все просто, я же вам говорю. Бұлардың милары бүйтіп, біздікінде қиын емес, өте оңай. Шешесі рөлінде тоқтап қалған әйелге даже да, ойбай, измена болды ғой, мынау болды ғой, бұған төсек жетпей жүр екен ғой деп ше, белье киіп алып шықса да, это уже не то, девочки. Оны о баста жасау керек еді. О баста ана бір рөлге қадалып қатып қалмай тұрғаныңда ше. Басында. А когда ты уже это все упустила, все пропустила, там пробелы, да, түстен кейін барып уже, сен уже, саған уже белье жараспайды, жаным, мен саған айтайын. Ірі әйелге айтып отырмын. Когда сен уже в роли, да, матери, шешесіне белье кигізіп болған тоже ебедейсі көрінеді. Ойлашы, мамаң шығып тұр, ана бельені киіп, аналық келе ғой деп. Это просто, блядь. Поэтому сендер үшін айтып отырмын мен. Сендер үшін құлақтарыңа алтын сырға айналайын. Маған демей до конца көріп, на миыңа түйіп ал. Өмірде керек болады осының барлығы саған. Тегін айтылуда, тем более.
Еркектің изменасы да түр-түріне бөлінеді ғой, жандарым. Еркектің жәлебі болады, мысалы. Блин, тут хоть убей, көтіңді айналып, иксообразно беріп, сальто жасашы, айналайын, жандарым. Тоқтамай, деп сорсаң да кететін еркек болады. Өйткені у него диагноз, да бітті бәрі. Ол деген ташағы шіріп түсіп қалғанша бар ғой, әрі қатынды сіккісі кеп тұрады. Онда еркек болады, мен сендерге айтайын. Да, болады. Но это уже другая, да, история, да. Но еркектер, нормальный болып келе жатып, пік еткізіп, басқа қатынның қойнына кетті ма? Тут надо задуматься, да, в чем проблема деген сияқты. Не болып қалды бізде? Не болып жатыр деп ше? Сынып келе жатырсың ғой, Вот жүргіш еркек дейікші, жаңа айттым ғой. Мынау, тоймайтын, әр үңгірге секіретін, еркектің жәлебі дедім ғой мен жаңа, да? Ол бесполезный адам. Там уже развод и все, да? Болады жаңағы одноразка измена деймін мен бұны. Ішіп қалды, там коллективпен бит болып қалды, аналар бодистканы шақырды, мақұл көре салайын деді, былай адасты, потому что ташағы тұрды, да, одноразка, то есть жәлепке барды, бодиға барды, бір рет көру үшін, там қызық болды, коллективпен деген сияқты, да, басы істемей қалды, міне, одноразка измена. Там ладно, да, хуй с ним, кешіріп бірге тұрып жатқан отбасылар көп. Но вот үшінші измена, когда он влюбляется, блядь, дуаланып қалған измена. Вот здесь пиздец. Ғашық болып қалып измена жасаған кезде, қалған бәрі айқайлап жатыр. Ойбай, дуаланып қалдың ба? Не болды саған? Балаларыңды неге блокқа тастадың? Не болды? Сен бұндай емес едің ғой деп. Неге ішіп алып концерттерге шығып жүрсің? Неге басың жарылып больницада жатсың? Неге деп ше? Мың сұрақ. Бір ғана жауап, дуаланып қалды. Да, ол дуаланып қалды. Ғашық болып қалды ол, әпшуне. Ғашық қылып қойды ол қатын. Вот осындай кезеңде, да, там уже не спасти этот брак. Там уже конец. Большая жирная точка. Подкастта больницада жатқан не естігенде менше басы жарылып. Мен шынымды айтайын, аузым ашылып қалды ана жерде. Деп, кім оның басын жарып жүр? Мен бар ғой, сол қатын жарып десе сенейін деп тұрмын, ана любовницасы. Но видно, там она с характером, да. Басын жарған сияқты. Либо да сол қатынға таласып, біреумен төбелесіп, өз басын жарып алды. Соны бірдеме болып тұр. И то ойлашы, басы жарылып жатса, любовница жоқ жанында. Мөлдір, как всегда. Еще жазылып алғанша қайттан бірінші әйеліне келіп ше, жазылып алғаннан кейін қайттан любовницасына кету, what the fuck, gentleman, что с тобой, бля? Мөлдір от әйел ғой. Басында Тұрсынбек сол бір қасиеттеріне, сол бір алауға, энергияға тартылды ғой. Басы кетіп ғашық болды. Қазір қайтадан по кусочкам, да, біртіндеп өзін жинауда. Өзі көтерілуге, аяғына нық тұруға тырысуда. Ей больно, но она старается. Я могу похлопать, только молодец. Осы бетіңнен тайма. Адам неден қорқады, сол қорқынышын да сынақ ретінде қабылдамайынша бұл өмірден кетпейді екен. Яғни идеальный жаңағы картинаны создавать етіп, жаңағы ажырасты деген атақ алудан қорқыныш болған, өсектің астында қалудан қатты қорқыныш болған, сол барынша тырысқан сайын, бүйтіп тырысып, бүйтіп алақанын астап, ажырасып кетпейінші, өсекке қалмайыншы, жағдай жаманатты болмайыншы, ұят болады ғой деген сайын арасынан бүйтіп өтіп жатырды ғой, барлығы өтіп кетіп жатыр да. Яғни қатты неден қорқасың, сен сонымен сыналасың. Кімді қаттырақ жақсы көресің, сол адаммен тағы сыналасың. Поэтому дейтіндер дей берсінші, кім қазір идеальный айналайын жаным ол.
Менің өзім қазір сайрап отырмын, ертең не боларын мен де білмеймін. Қалай бар солай айтайын. Біз ешқайсымыз білмейміз. Тағдырымызды, болашағымызды. Бірақ сонысымен өмір қызық. Бірақ мен ертең не боларын білмесем де, мен дәл қазір осы Айдошты жақсы көрудемін. Осы Айдошты ешкімге ренжітуге бермеймін. Өйткені мен өзімді қатты жақсы көремін. Бір рет ошибка жасадым. Менің де басымнан өткен, мен прекрасно түсініп тұрмын мөлдірді. Мен де шара-шара жаңағы бәліштерімді, пирожкиімді, наполеонымды, медовегімді, мантымды пісіріп, ойбай, аст үстіне түсіпші. Соныкі деген айтқан өлді қой. Еркек көрмегенде, блядь. Кәні қадырымызды біреу білді ма? Мен қадырымды ешкім білген жоқ, айналайындар. Сол мен сияқты 1000 әйел міне қадырсыз жүрген. Сол үшін сендерге сабақ болсын деп мөлдір подкастқа шықты, мен осы разборды шығарудамын. Сабақ болсын деп, өзгенің қателігінен сабақ ал, жаным. Тағы айтам, ертең не боларын мен білмеймін. Қандай менде сынақтар бар, қандай қуаныш бар. Бірақ дәл қазір мен өзімді сондай қатты жақсы көремін. И осы өзіме деген махаббат, өзгермеу керек. Оның деңгейі түспеу керек. Өзге үшін. Даже балашағаң үшін да. Біреулер баласымен қатты жаңашы сыналып жатады ғой. Қатты кезінде еркелетіп, ырбитып, көтеніне көпшік қойып, балалар лағып жүрді. Не только еркекпен, не только біздің халықта осыдан басқа проблема емес, әркім әртүрлі сынауда. Балашағын қатты жақсы көріп, өзіңді ұмыттың ба? Тоже, пожалуйста. Көтімен кетеді ол. Балашағаңда. Бетіңе сиіп кетеді үші. Шіріп қаласың. Су тұрмақ таста жоқ болады саған. Сенің үші имуществоңа таласып, сені сыртта қалдыратын болады. Көзің ашылып жатыр ма? Ал байыңды өліп, оның көтіне көп шықып, қасықпен тамақтандырып, аст үстіне түсетін соң байың кетеді, ләғып кетеді. Айналайын, жаным. Сол сияқты жаңағы әкешің, мен балалық парызым, әкешім беріп атсың, үйін жаңағы салып жатсың, бәрін істеп жатсың, ақша бар, бәрін беріп жатсың бар. Солар саған жақсысың, молодец деп басынан сипады ма? Үйткен сайын оларда көтімен кетіп жатады ғой, дұрыс қой? Это факт, девочка моя. Кімді жақсы көріп фокус вниманияңды бұрдың, өзіңнен емес, өзгеге болды ғой. Там уже финиш, все, блядь. The end, нахуй. Поэтому люби себя. И тәтеңді жек көрме. Мен бар болғаны, өзіңді сүюді үйретемін. Курсымда да, сториста да, прямойда да. Тіке түсініп жүретіндер бар. Ойбай, әкешімді жақсы көрмейін, енді байым жақсы көрмейін, балаша. Жақсы көре бер құрсын, Бірақ көттің ортасындағы сызық сияқты золотая середина бар да. Не әрі, не бері кетіп қалмай, сол бір золотая серединаны ұстап, әр рөліңді жонглировать етіп, деп гибкая бол осы өмірден. Жүре бер. Бірақ ең бірінші, өзіңе деген махаббатың деңгейі түспесін. Вот и все. Мен ойлаймын бүгінгі разборым, сенің миыңа прям жетті. Еңбекті бағалап, реакцияңды басып, ойыңмен бөліс. Бұл тақырып бесконечно кете береді, жаным. Бірақ бүгін мен дәл сенің жүрегіңнен орын ала білдім деп ойлаймын осы разборыммен. Всех люблю и обожаю, сенің сышқың рэп. Напоследок, мама рөліне еніп кеткен, өзін жоғалтып алған, байым деп, шайым деп өліп жүрген қатындар бытовухаға кіріп кеткенше, ойлаңдар, көз алдыларыңа елестетіңдер, түнде жатсың да. Сен жатсың. Анам бәрін көтін ауыстырдың, бүйттің, сөйттің, жаға, байым деп. Түнде сені сігетіңде, сен тұрыңнандай ғой. Қашанға шейін сені мяулатып сіге береміз. Сені мен осындай төсек, яласын. Да? Ал анамен, да, еще, блядь, сильнее, нахуй. Деп ше персет. Как ты думаешь, еркекке қандай төсек больше ұнайды?
Осы сұрақты қояйыншы сендерге. Деген ба? Әлде деген ба? Сен жауабын өзің ақ біліп тұрған сияқтысың. Пока.